Мен сізге созылмалы бұлшықет ауруы туралы айтып берейін. Бұл қазіргі заманда ортопедиялық клиникаға барудың өте жиі кездесетін себебі. Бізде көптеген адамдар бар, олар кеңсе жұмысын істейді, және олар өз жүйесінде сағатта жұмыс істейді. Сонымен қатар үйден жұмыс істеу қазіргі заманда жиі кездесетін нәрсе. Және көптеген пациенттер бізге бұлшықет ауырсынуларымен келеді. Әсіресе мойын, жоғарғы арқа, төменгі арқа, жамбас және бөксе аймақтарында. Және бұларды анықтау өте маңызды. Сондықтан әдетте келетін пациенттер, олар белсенділік кезінде ауырсыну сезінетінін айтады. Және ол дамыған сайын, олар тіпті тыныштықта да ауырсыну сезінуі мүмкін. Көптеген пациенттер мойыннан қолдарына немесе төменгі арқадан бөксе немесе сан аймақтарына таралатын ауырсыну бар екенін айтады. Көптеген пациенттер мұны төменгі аяқта болатын ишиас түріндегі ауырсынумен немесе жоғарғы аяқта болатын диск, нерв қысылу түріндегі ауырсынумен шатастырады, және олар алаңдап бізге келеді. Сондықтан алдымен осындай ауырсынулардың себепші факторлары қандай екенін түсінуіміз керек. Негізінен төрт негізгі себепші фактор бар. Біріншісі дене қалпының эргономикасы. Сондықтан көпшілігіміз үстелде жұмыс істегенде ыңғайсыз қалыпта отыруға бейімбіз. Ноутбуктерде егер дұрыс пайдаланылмаса мойынға, жоғарғы арқаға және тіпті төменгі арқаға көп күш түсіруге бейім. Сондықтан осы қалыптарды түзету өте маңызды нәрсе. Төсекте жатқанда смартфондарымызды пайдалану да қазіргі кезде кең таралған. Және қалай жасасақ та жатып смартфон немесе басқа мобильді құрылғыны пайдалану арқа бұлшықеттеріне зиян келтіруі мүмкін. Сондықтан бұл бірінші негізгі себеп. Екінші себеп тиісті физикалық белсенділіктің болмауы. Қазір көпшілігіміз үстелде көп уақыт өткізетіндіктен біз шынымен де жеткілікті түрде созылмаймыз. Сондықтан микропауза созылуы деп аталатын нәрсе бар. Бұл үстел басында жұмыс істейтіндерге ұсынылады. Сондықтан мойын, төменгі арқа, аяқ созылуын әр 25-30 минут сайын жасау ұсынылады. Жұмыс орнында бұл созылмалы бұлшықет ауырсынуын болдырмау үшін жасалатын басқа нәрселер кофеинді тұтынуды азайту, су ішуді көбейту және дәруменіне бай тағамдарды жеткілікті мөлшерде тұтыну. Мүмкіндігінше табиғи жарықта жұмыс істеуде ұсынылады. Бұдан басқа тамақтану тұрғысынан да көптеген факторлар рөл атқарады. Мысалы, дәрумені және 12 дәруменнің жетіспеушілігі. Ақуы жетіспейтін және микроминералдарды жеткілікті мөлшерде тұтынбайтын адамдарда мұны жиі бастан кешіреді. Су ішудің бұрын айтқанымдай өте маңызды екенін еске саламын. Мұндағы соңғы себепші фактор стресс. Көптеген жағдайларда біз стресстің физикалық көріністерін байқаймыз. Және әрине мен бұл ауырсынудың жалғыз себебі деп айтпаймын, бірақ ол сөзсіз үлес қосады. Біз стрессте болған кезде бұлшықеттерімізді әлдеқайда қаттыра ұстаймыз. Көптеген мерзімдерді орындау қажет болғандықтан және тәулік бойы жұмыс істеу, ыңғайсыз уақыттарда жұмыс істеу бұл жағдайды тудыруы мүмкін. Стрессті азайту үшін мүмкін қандайда бір пранаяма немесе медитация сияқты іс-шаралар пайдалы болады.